30 жасқа дейін мен талай қиналдым. Талай қиындықтар басымнан өтті. Өйткені мектепті бітіргеннен кейін 2005 жыл менде оқуға деген финанс болған жоқ. Өйткені отбасымның жағдайы болған жоқ. Позволять етпеді отбасымның жағдайы мен оқуға түсуім үшін. Өйткені оқуға түсіп, ол жерде оқу бітіріп түскенше, шыққанша қаншама ақша керек. Яғни жылына почти миллион кетеді. Жеп ішуің бар, квартираң бар, жол кірің бар, киімің бар, оқуың бар мысалы, солардың барлығына почти миллион кетеді. Сонымен амал жоқтан мен өзіме жұмыс іздеп, кәсіп үйрену үшін сөйтіп жұмысқа тұрдым. И күніне 300 теңге, 500 теңге сол уақыттарда солай табатынмын күніне. Айына 10 мың теңге былайша айтқанда сол уақытта 2005 жыл, 2006 жылдар былайша айтқанда. Сөйтіп жүріп 11 жыл почти что әртүрлі жұмыста, яғни 13 түрлі жұмыста істедім. 13 түрлі жұмыс ауыстырдым. Ол жерде жұмыс ауыстыруымның себебі тек қана көбірек ақша табу, тек қана мақсат ақша еді. Менің сол 11 жылдық қателігім өзімнің жақсы көріп сүйген, жүрегім қалаған жұмыспен айналыспағаным. Тек ақшаның артынан қуалап кете бергенім қателік болды. Ол нәрсені мен 2016 жыл түсіндім. Арадан 11 жыл өткеннен кейін. Өйткені мен 2016 жыл уже осы қазіргі істеп жатқан сетевой бизнеспен танысқан уақытым еді. 2016 жыл сол бизнеспен танысып, сол бизнесті істеп, ақырындап содан результат шығара бастадым. Сол кезде маған ешкім сенген жоқ. Мүлдем ешқандай адамдар, достарым, жақындарым категорически наоборот үстімнен күлді, аяғымнан тартты. Но мен берілген жоқпын. Мен сенетінмін сол нәрсені. Өйткені мен сол бизнесті жақсы көрдім, жүрекпен қаладым. 2018 жыл мен керемет результаттарға шығып, айына $1,5-2 жалақы шыққан кезімде, сол менің таныстарым бәрі мен көрген кезде қашып, менің қасыма келе алмай, сөйлей алмай, сондай жағдайларға жетіп қалды. Сол кезде мен айттым оларға, неге қашасыңдар? Иә, ол адам қателеседі, бәлкім сендер сол кезде сенбеген шығарсыңдар. Мен де 100% сенген жоқпын, бірақ та ұмтылдым сол нәрсеге қол жеткізуге. Сол үшін қол жеткізіп отырмын. Ничего, ештеңе етпейді. Мен қайтадан қарым-қатынас дұрыстадым олармен. Просто мен не айтқым келіп отыр. Адам шын жүректен, жүрегі қалаған жұмыспен айналысу керек. Бүгін не қалап тұрсыз? Жүрегіңіз не қалайды? Қолыңыздан не керек? Сол жұмыспен айналысыңыз. Барлық адам сетевой бизнеспен айналыса алмайды. Бірақ та сетевой бизнесті көрейін, бәлкім істеп көрейін, менде действительно көңіл қойып, жақсы істеп кететін шығармын деген сияқты адамдар болса обязательно істеп көру керек. Өйткені сетевой бизнестің артында ертең сіздің ашылмаған сырларыңыз, қырларыңыз ашылады. Сол үшін сетевой бизнес әр адамның болашақта любой бизнесті бастау үшін керемет мектеп бола алады. Осы нәрсені ұмытпаңыздар.